Қазтрансойл акционерлік қоғамы үшін баға жетпес байлық оның адамдары. Осы ретте әрбір қызметкердің үйге аман-есен оралуы компания үшін аса маңызды. Мұны біздің әріптестер де жақсы түсінеді. Олар мұны қалай түсінеді? Әріптестеріміз компанияда қорғау карточкасы жобасы аясында еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау бойынша өз ұсыныстарын ортаға салады. Еңбекті қорғауға арналған әріптестеріміздің ерекше ұсынысына бірге назар салайық. Мен Түндебай Азат Берікқажылы, Қазтрансойл акционерлік қоғамы Шығыс операторлық қызметтер көрсету басқармасының 11-ші мұнайдау станциясы бастығының орынбасары қызметін атқарамын. Қорғау картасы бойынша менің ұсынысым ағымдағы жылдың қазан айының қорытындысы бойынша жеңімпаз атанды. Прожекторларды бекітуге, түсетін алаңдары бар сыртқы жарықтандыру діңгектерінің техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде прожекторларды бекіту алаңын түсіру, көтеру механизмінің істен шығуы салдарынан жазатайым оқиға ықтималдығы бар. Жазатайым оқиғаны болдырмау үшін ол сыртқы жарықтандыру діңгегінің осінен 1,5 метр қашықтықта ені 5 сантиметр болатын қатты сары жолақты белгілеуді ұсындым. Мұндай жолақты ұсынуым түсіру көтеру механизмі прожекторларды бекіту алаңында істен шыққан жағдайда жұмыскерлердің ықтимал құлау аймағының болуына тыйым салу туралы ескерту болады. Қорғау карточкасы бойынша қағаз түрінде немесе онлайн түрде компания сайтында және мобильді қосымшада өз ұсынысыңызды қалдыра аласыз. Естеріңізге сала кетейік, үздік қорғау карточкасының иегеріне ақшалай сыйлық беріледі.